Жаңағы бас ауырса бас дәрі, жаңағы Гүлназия ханым айтып кетті ғой, жүрек ауырса жүрекке, бүйрек ауырса бүйрекке дейміз. Бірақ адам ағзасын жеке-жеке қарастыруға болмайды. Бұл бір жүйе. Бір жерге біз жаңағы химикатты шығарсақ аптекада, біз жерімізді зақымдап жатамыз. Енді қараңыздар, жаңағы органымыз тканіміз кіреді. Міне нағыз проблема қай жерден іздеу керек? Осы жасушадан іздеу керек. Кішкентай ғана жасушалар. Адам ағзасында күнде миллиардтаған жасушалар келеді, қайта туады. Олар да адам сияқты, яғни тамақтанып, егер дұрыс тамақтандырмасақ оны істейді, ағзаны ластай бастайды. Жаңағы сау клетканы туады дейді, өлі клетка не дейді? Токсинге шаққы толы, өлі клетка туады. Сондықтан да бұл жердегі ең басты мәселе мынау түрінен қарау керек. Мына клетканы жаңарту керек. Адам ағзасы 7 жылда бір рет жаңарады. А неге біз сау болмаймыз? Неге біз жаңағыдай жайрап ылғи қарасақ, былай Жапония алса, басқа мемлекетті алса, который батты 80% мемлекеттің жаңағы 80% баттарды қолданады. Біз әлі 5-7% әлі біз қайда жүрміз? Біз анау жаңағы аптечный химикатты ғана қолданып жүрміз. Оны ішеміз, ол кішкен желді әкеледі, бірақ уақытша. Сондықтан да бұл жерде әрі қарай міне өздеріңіз қарап отырсақ, адам ағзасы күнделікті біз дұрыс тамақтанбаудан әлемде адам ғана тамақты өзгертіп ішеді екен. Табиғи емес. Әрине біз тамақты істейміз, пісіреміз, оны жарып кетеміз, оны қуырамыз, оны қайтамыз. Міне адам әлемде басқалар жаңағы табиғи ретінде ішеді, оның ағзасына тура жаңағы витамин дәрумендер тура түседі. Ал егерде біз оны істейміз, қаншама жаңағы от тастаймыз, қыздырамыз, пісіреміз, онда дәруменді қандай дәрумен қадар пайдалы? Қалмайды. Сондықтан бізге не керек? Бізге концепция керек болды. Бірінші ағзаны сумен сусындандыру керек. Ол су жаңағы Гүлназия ханым айтқандай 75% біз судан құралғандықтан, ал қандай су? Бірінші, жаңағы қышқылды ағзаны біз шырышқа толтыру керек. Біздің ағзамыз айтты ғой, 7-5% бізде не болу керек? Кислотно-щелочной баланс. 7-5-тен аз кетсе, ол өлім деген сөз. А біз не өлмей жүрміз? Өйткені біздің жаңағы витамин, өзіміздің қоректі жаңағы сүйектен, басқа иммундық жүйеден алынады біздің жаңағы витаминдер. Содан кейін біз өлмейміз, ол сақталып қалмады. Қараңыздар. Жүйке жүйенің барлығы сақталып қалады. Бізді өлімнен Алласы құдіреттен қараңдаршы, адамды жаратқан өзі иммундық жүйесін өзін сақтап қалу. Күнделікті міне мысалы біз 7-5 қышқылдық толып кетті. Біз түсінбейміз, шылыштен не екенін білмейміз. Кейбір адамдар түсінбей жатыр. Қышқылдыққа толып кетсе, адам ағзасын істей бастайды. Яғни қазір мен су жайында. Яғни суды айтып өтті, қандай су үшін? Структурированный, щелочной, сонымен қатар жаңа минералға толы қан, адам ағзасында қан. Яғни өздеріңізге белгілі қан тасымалдаушы. Витаминді тасымалдаушы негізгі қан. Егер қан қою болатын болса, сұйық емес қою болатын болса, ол қайдан тасиды? Содан кейін давление, басқа да аурудың барлығы содан келеді. Мен 70% судан, оны енді назар аударамыз, бірінші сапасы мен құрамына назар аударамыз. Суны. Күнделікті қанша су ішеміз? Сұрақ қойыңыздаршы, міне аралыңызда. Күнде сіз бағана айтып отырсыз, суды қанша мөлшерде ішесіз күнде таңертең кезде негізі вообще адам ағзасы 1,5 литр ішесіздер, иә, күнделікті. 30 мл бір жаңағы вескі жаңағы расчет жасайсыздар, 30 мл. Сонда өзіңізге жаңағы кейбіреуде 3 литрге дейін кетіп қалады ішуге. А оны біз іше алмай айтамыз, батпайды, ішпейді, не етеді? Өйткені ағза токсиншылыққа толы, және ол су не істей бастайды? Кәдімгі кранный су ішеміз, бутылкадағы бутылерін ішеміз, фильтрованный су ішеміз, бірақ ол ағзада қала береді. Не себепті қала береді? Ол, мынау, клетка дедім ғой жаңағы, сол жасуға дейін жетпейді. Оған жеткізу үшін уақыт керек. Ол сосын мынау, не, отечность қайда ол бет-ау бәрі сіп, денесі толып, ол бәрі отечность, сол неден, яғни клеткаға дұрыс су жеткізбеу. Яғни, келесі. Мен өздеріңіз қарап отырғандай, барлық ағза, мен осынша пайыз судан құралған. Сондықтан бірінші кезекте ағзаны дұрыс адам сусындандыру жақсап тұр. Шай, кофе, сок, тағы не
Сосын соны біз күнде пайдаланамыз, күнде ішеміз. Ауада су жоқ, структурированный. Ол су әкелмейді. Оның үшін құрамында жаңағы қосымша жаңағы не дейді? Минералдар. Минералдар олар. Олар бізге ағзаға пайда әкелмейді. Нағыз керегі су. Природная вода. Келесі. Мен айтып өттім ғой. Структурированная, минерализованная, щелочная, заряженная, биодоступная. Биодоступная дегеніміз, яғни клеткаға жеткілікті болып іші көріп. Клеткаға біз суды жаңағы краннан іштік, бірақ ол клеткаға жетпей қалды. Биодоступность дегеніміз клеткаға дейінгі кәдімгі біз қараңыздар, сіз бірден арбуз әкелсе бірден аса қоймайсыздар ғой. Не істейсіздер? Мөлшерді турайсыздар, сосын барып жейсіздер ғой. Клеткаға да солай әр тамақтанымды сақтап беру, сақтап. Біздің компанияның барлық құрылымы клеткаға арналған. Ұсақ, до того мен частицалар ішіндегі жаңағы капсулированный, ол жаңағы клеткаларды тамақтандыру үшін сатылған. До того. А егер ол жаңағыдай үлкен мөлшерде болса, клетканы оны ағза, оны дайындайды. Оған күш кетеді. Клетканы дұрыстап тамақтандыру үшін. Келесі. Мен жаңа айтып отырғам, мен биодоступность деп отырғам, міне ағзада ол жаңағы биодоступность қалмау керек, ісік болмау керек. Ол түсінікті, иә, отложение отечность жаңағы сулардың барлығы отечность ол неден келеді? Яғни біздің су структурированный болса, щелочной болса, жаңағы минерализованный болмаса, ішінде қайдалап нелері болмаса, оның қажеті жоқ. Сенімділігі мықты. Сенімділігі мықты болып қой, судың. Енді қараңыздар. Енді бұл жерде электрическое существо деген соң, бұл жерде окисляеміз. А егер де ағзаңызда қышқылды көп болса, сіз тез қартаясыз. Тез әжім түседі, тез жаңағыдай өзі биологический, өзі табиғи биологический адамның жасы бар. Ол жасты қалай қараймыз? Ол жасқа адам лайықты болады. Мен айтып отырмын, 7 жылда бір рет адам ағзасы жаңарып отырады. А неге біз сауылмаймыз деген сұрақ туындайды. Сонда міне, яғни біздің ағзамызды, яғни щелочкты толтырып, витаминизировать етіп, сусындандырып, дұрыс тамақтандырса ғана біздің ағзамыз не істейді? Ақырындап сізге нәтижесін береді. Енді бір шешім, яғни жаңағы айтып кеттік, біздің суымыз Коралмайн Жапония елінде Окинава деген аралында, яғни үлкен завод бар. Яғни бұл не деген сөз? Бұл коралдың ұнтағы. Коралды білеміз, яғни теңізде өсетін корал. Сол ұнтағынан 13 компоненті 70-тен астап минералдар бар, жаңағы судың барлығын дұрыстайды. Яғни қазір қолымда жоқ енді көрсетіп айтын. Яғни мынада 3 сашеда бар, сол кішкентай саше 3 пачкаларда. Соны салған кезде 1,5 литрға қанша литр су ішуге сізге жаңа айттым ғой, жас ерекше. Мысалы 30 миллилитрға килограммға бөлесіз өзіңіз салмағыңызға. Сонда сіздің жаңағы несін шығады. Норма. Міне, Коралмайн саше. Наның ішінде бір пачкасында 10 сашесі бар, 10 саше. Сондай бір курсы, бір айлығы 3 пачка ішіледі. Яғни бұл не істейді? Бұл ішіндегі жаңағы айттық қой, кәдімгі суды фильтрлардан болсын, бутилерін болсын, жаңағы краннан болсын, суды, ол жаңағы структурасын өзгереді, щелочной болады, ағзаға биодоступный, яғни структурасын өзгеріп, бұл бүкіл мынау және бізде H-500 деген компаниямыз бар, дәрмен сол екеуі бірге қосып ішкен кезде ағза не істей бастайды? Дұрыс сусындандырылды. Бұл дұрыс сусындандырылған мен осы жаңағы Коралмайн арқылы. Келесі қысқада нұсқа. Енді біздің келесі этап очистка. Қазару керек. Сусындандырдық. Енді оны токсиндерді сусындандыру біздің алғашқы Coral Detox жирорастворимый және водорастворимый шлак токсиндерді шығарады. Оны істейді. Ол полностью міне Коралмайн, H-500, ассимилятор, Coral лецитин, енді сіздерге бұл ештеңе айтпайтын шығар. Компания дәрмендер, бірақ біз уже білеміз ол қандай ерекшелігі бар екен әркім. Бірақ бірінші этапта осы Coral Detox'ты біз ішеміз бір ай бойы. Оның жаңағы алғашқы этап не істейді? Ағзаны дайындайды. Яғни тазалайды алғашқы. Жаңағы айтты, жирорастворимый, яғни майлы, сулы ерітінділердің барлығын ағзадан не істей бастайды? Шығара бастайды. Бірінші этап. Екінші этап, яғни паразит. Паразит не екенін білеміз бе? Древгректердің аударылған кезде олар сожители.
Паразиты сожители. Бізбен бірге өмір сүреді. Бізбен бірге наши квартиранты. Ағзада қалып қояды, кез келген. Мен кез келген адам айтшы, мен ағзамда мүлдем жаңа паразит жоқ деп. Сенбеймін де, сенбеймін де. Өйткені әрбір адамда бір болсын, паразиттің түрі көп. Паразит дегенімізде ол жаңағы сожитель, паразиттің өзі айтып тұр ғой. За счет чего-то живет. Біздің ағзамызда бар. Ол жаңа басты қазір мені көрсетеміз. Бастан бастап аяғына дейін ол жаңағы қан арқылы таралуға кез келген мүшеде қалып қояды екен. Миы болсын, жаңағы почка болсын, жүрек болсын, сол жерде қан арқылы жетіп, ол бізден не істеп жатыр? Қоректеніп жатады. Енді ол паразиттерді шығару үшін келесі этап бізде парашют, антипаразитарный программа, балаларға арналған паразитарный программа бар, үлкендерге де арналған паразитарный программа бар. Соның ерекшелігі бұл құрттардың барлығы жаңағы мынау айтамыз жұмыртқан енді бастап келе жатқан барлығы не істейді? Жойып жүреді, ағзадан шығарады. Кишечник біздің жаңағы Гүлназия ханым айтты ғой, 75% біздің ағзамыздағы иммунитет мынау ішекте жатыр. Ішегіміз таза болмаса, ішегіміз жаңағы токсин шлакқа толы болса, ол қайдан істеледі? Витамин біздің жаңағы компаниядағы қымбат алып жүрген жаңағы бад витаминдеріміз қымбат алып қайдан істеледі? Қайдан бізге не береді? Нәтиже береді? Бермейді. Синдром золотого унитаза бітті кетті, ақшаға дала лақтырдық болды. Жоқ. Сіздің денсаулығыңызға да пайда әкелген жоқ. Міне ішекті таза қылу керек. Сол ішектің бірін тазалау үшін, ол үшін біздің екінші этап құртты кетіреміз. Яғни құрттардың өздеріңіз несі бар? Бөлінеді. Яғни парашют плюс деген бір айлық, және парашют деген парашют 2 айлық, парашюттың өзі 1 айлық. Міне курстар бар. Оны өздеріңіз талдайсыздар, қарайсыздар екінші этап. Бұл концепциясының тазалаудың екінші этапы бұл жерде құртты шығару. Ағзадан кез келген құрттардың личинкасы болсын, жұмыртқасы болсын, барлығын адамдан шығару. Келесі. Енді компоненттері тоқтамай, бұл сіздерге ештеңе айтпайды, яғни бұл не істейді, яғни ағзадан бүкіл паразиттерді, жаңағы компоненттер кез келген шөп, дәрі-дәрмек дейміз, біз оны шөп, табиғи шөп. Оны қорытпаймыз біз. Кез келген мөлшерде іше береміз. Не себептен? Бұл табиғи. Передозировка жоқ. Передозировка деген жоқ ол жерде. Біз кез келген дәріні 5-6 рет ішіп алыңыздар, қалай болады? Өзіңізді жаңағы бас ауруы бастайды, ішек, құсу, отравиться. Бұл жерде онда передозировка жоқ, ол табиғи шөп болғандықтан. Келесі, енді өлім неден басталады? Яғни, жаңа айттым ғой, ішектен басталады. Ішек таза болмаса, ішек кірі болса, ішек лас болса, ішек токсин шлакқа толы болса, қайдан бізге, яғни сінеді. Қайдан бізге дәрімен сінеді, қайдан бізге витамин сінеді, қайдан бізге денсаулық болады. Міне, енді мына дүние қараңыздар. Бұл дәлелденген дүние. Неміс ғалымы, жаңа қазір бар ғой, дәлелдеген 1932 жыл нені дәлелдеп берді ол? Яғни, щелочтық организмда, яғни сіртелі ағзада, яғни раковый клеткалар дамымайды. Ойлаңыздаршы, біздің анау ағзамыздағы рактар барлығын айтамыз, клеткаларды ағзамызда. Олар дамымайды, сол беті жаңағы дамуына мөлшер бермейді, щелочная. Мін сол, яғни сілтені, яғни мін зона смерти дейміз. Қышқылдық толып кетсе, жаңағы біздің неміз не істей бастайды? Қан, күнделікті тәтті газировка, кока-кола, ішеміз ғой, ішеміз. Өзіміз ішпей қойшы, балаларға да береміз, соның қараңызда, соның барлығы ағзамызды 100% жаңағы қышқылдыққа толтырады да, біздің не істейміз? 3% өлімдікке келеді. Бірақ біз өлмейміз дедік қой. Не себептен? Өйткені әр организм өз сүйегімізде басқа жерден витаминдерді алады да, жаңағын толтыра бастайды, щелочкаға держать етіп. Сосын біздің жасымыз келген кезде сүйегіміз, буындарымыз қақсап, жаңағы басқа жерлерін қақсап, барлық бұл жерден өткенде барлығы алынды. Уже енді толтыру керек қой. Біз оны толтырмаймыз, жүре береміз. Бір таяғымызды тауып, жаңағыда жасымыз жеткенше, жаңағы көңіл апалар әжелерімізді көреміз ғой. Сонда жанына шейді. Сонда баттың ішпегендігі, медицина мен жаңағы химикатты толы жаңағы медикаменттерді толық біз жыл бойы ішіп, ағзамыз толтырғансың. Келесі көп қысқан мені жаңа айтып өттім, 38 Варбург жаңа Нобель премия сыйлығының иегері не үшін дәлелдеді? Яғни раковые клетки в щелочной среде не развиваются. Міне дәлел бітті.
бұған ешкім ашылышты біздің компаниямен суымыз басқа да ағза келеді. Келесі. Так, но енді нәжде өздеріңіз белгілі, те, которые нәже. Статистика, яғни қанша адам, қаншалықты кезде жер жүзіне бойынша рактан өледі. Рак дегеніміз не? Онкология. Онкология дегенімізде ол жаңағы соңғы этап. Яғни ағзаның кірлігінің 7-ші этапы соңғы, яғни онкология. Онкология дегеніміз ол өзі ауру атауы да жаман не? Кейбіреулер жаман ауру деп көп жаңағы ата-бабаларымыз не білместіктен осы нені біздің концепцияны білместіктен не істей бастайды. Сондай енді жағдай болып кетеді. Бірақ сіздер енді ойлаймын, сіздердің алла сіздерді осы жаққа айдап келгенше бір ақпарат естіп кеттіңіздер, көріп кеттіңіздер, біліп кеттіңіздер. Әрі қарай келесі соңғы этап ол Калавада. Калавада дегеніміз не? Жаңа Альберт жаңағы полностью жаңағы өзін осыда Нобель премияның сыйлығын иегері осы Калавадан тапқан адам жаңағы бұл жерде бүкіл не істейді? Бұл жердегі 3 этаптан тұрады. Калавада 14 күндік очистка соңғы этап. Жаңа мен айтып өттім ғой, корал детокс, антипаразиттардың парашют, енді Калавадалайды. Калавадалайды, сол не істейді? Ағзамыздан қолының генералит етіп шығады, тазалап шығады. Қалдықтардың барлығы шлактоксиннен қалған жаңағы бізден құрттардың өлі нелердің барлығын не істеп шығады? Жуып, шайып шығады. Бітті. Сіздер жаңадан анадан туғандай болып шығасыздар. Ағза тазаланды, токсиннен тазаланды, шлактан тазаланды, құрттардан тазаланды. Жаңағы бүкіл ағза тазалансын, не істеу керек? Таза ағзаны, яғни дұрыс тамақтандыру керек енді. Енді кез келген витамин баты 100% болады. Неге? Ағзаңыз таза, ішектеріңіз таза, бітті. Ал сонда иммундық жүйеңіз, уже басқа аурулы иммундық жүйеңіз не істей бастайды? Қарсы бітті, қарсы білдіреді, бітті. А біздің иммундық жүйеміз әлсіреген, ішек толған тәсілшіліктен біз кез келген ауруға не істемейміз? Қарсылық білдіре алмаймыз. Соның көмектесіп, ішекті бәрін тазалауға, біздің айғайлап жатқан дүниеміз, сырттағы дақтар, беттегі дақтар, жаңа экзема, дерматитический бүкіл аурудың барлығы қайдан келеді? Ішектің кірлігінен. Соны біздің денемізді айғайымызды естіп, жаңағы жақсақ осы 90 күндік очистканы өткізіп, жаңағы біз не істеу керек? Алексис Карел, ол кім? Қараңыздар, нағызықты. Нобель сыйлығының иегері, ол жаңағы балапанның 6 есе клеточный питаниемен 6 есе өмірін ұзартқан. Клеточный питание. Оны сосын тоқтатып саған прям. Кому-то не было выгодно клеточное питание. Это кому? Уже өзімізге белгілі. Сонда егер осы дүние жалғастырып тоқтатылмаса, бұл сыйлығын егер Нобель сыйлығы, онда жарты жер адамның жаңағы бізде аптека болмаушы еді, ауру адамдар азайып жүрді. Міне, кому-то было выгодно, что бұл не тоқтасын деді. Міне. Енді өздеріңізге белгілі, біз жаңағы су, как грузовик биодоступный, кез келген ағзаға жаңағы жеткізіп отырады. Минерал, витамин, фермент, аминокислот, жаңағы өздеріңізге толық қандай жаңағы күнделікті витаминдеріңізді ішіп, жаңағы барлық бай қуатты, дені сау, жақсы ұрпақ әкелетін, уже ата-анаға айналып осындай. Енді сұрақтарыңыз болса, қалғандары бізде дұрыс тамақтанып. Түсінікті ма? Барлығы сұрақтарыңыз бар ма? 90 күндік очищениені мен өз басым, мен өзі қысқа нұсқа результатын айтып кетші. Қысқа нұсқа. Мен қандай нәрсе көрдім? Мен бірінші өзім жаңағы мен келген кезде корал детокс болған жоқ. Ол жерде парашют болды, парашют плюс. Мен сразу парашют плюс 2 айлығын алдым да, курс жаңағын алдым да, соны іштім. Біріншіде менде ешқандай не жоқ. Енді бірінші апталарда уже 14 күннен өтті ма, 14 күннен кейін жаңағындай мұрным жаңағындай басқаша демала бастады. Түсінбеймін өзімде, әлі де түсінбеймін. Әйтеуір ішіп жүрмін ғой. Күнделікті өзінің несі бар, кестесі бар, ішіп жүрмін. Гүлназия ханымға хабарласып қоямын анда-санда. Осындай болады, бола ма деп. Я шебер тоқтатпа деп, бұл кісі тоқтатпай, тіпті айтты, тоқтатпай шеберді. Сосын өзімен жаңағы менде
18 жылы двухсторонний гайморит деген маған диагноз берген. Сосын маған назначили прокол. Прокол деген ол мына жақтан екі нені қылады инен. Сосын мына жақтан сораттан, мына жақтан шайып. Маған ішін бәрі шайып, сорудыру. Өйткені ірі, мынау басқа кетсе, ол исход уже білесіздер, иә, қандай. Сондықтан оны шайып жуыдыру. Мен жылына 2 рет осы шай үшін астына қалаға постоянно жүгіріп жүрдім. Сол дүниеден құтылдым ғой. Көзім ашылды ғой осыдан кейін. Нан бәрі кетті. Мұрным. Ага. Я, нравится. Я. Қаладан ішкен кезде, егер хронический астынан жарасы болған кезде шүлі бола ма? Хроническийда бізде, например, асқазанда, потому что бізде не болады? Ферменты, которые қалавада өз ферменттер, она же полностью очистка жатыр, оны дайындалып баруға қатысты. Егер де асқазан ауру жағдайында болса, оны не істейміз біз? Сначала ошелачиваем. Ошелачиваем, жаңағы суымыз, эшмиңіз 500, сосын барып, жаңағы 3 компания. Здоровый старт, басын бастап. Здоровый старт дейміз суларды. Кішкене дайындап алу. Он бірден жаңағы нетіп кетеді. Қалавадан сразу, конечно, шу. Болмайды. Жоқ, не, детокс жатырмыз, порошокқа енді көштік. Енді вот тез этапта сол қаладан шүлі бола ма? Жоқ, міне, егер де сіздің язғаңыз детокс пен порошоктан өтсе, значит, вы уже результат получаете. Қалаваду можно. Почему нельзя? Можно. Можно. Просто вы должны вместе, знаете, вообще не керек, хайфайбер керек, Silver Max бірге қосу керек. Ол жалғыз ішу келмейді. Вам надо было с детоксом вместе принимать. Так, толық су содан кейін осы 90 күндік очисткадан өткен соң өздеріңіз белгілі. Сосын мен балаларымда результат болды. Біз бірден 4 балам бар, кішкентай, несовершенный төртеу. Төртеуге мен больницаға түстім. Не себептен? Яғни құрттардан, яғни аллергия, высыпание, жаңағы барлық температура, біреу бар ғой жоқ, төртеу бірдей ауырды. Сосын алып ана мысықты чеккелеп тұрып, мысықтан көреміз енді, үйдегі мысықтан жұқты дейді енді дәрігерлер. Біз сосын төртеуміз алып та больницадан 2 апта жатып емделдік. Келдік, рахат күшті, жаң тамаша, бірақ бір айдан кейін тағы басталды. Сосын мен істедім. Гүлназия ханымға қарадым, балаларға осы не бар ма осындай біздің антипаразитарка дейді чисто. Жас бойынша антипаразитарка алдым төртеуіне. Сосын барып жаңағыдан не көрсетеді результаттар, видеолардың барлығы бар, күшіне шыққан дүниелер өсесі, как ектен кезде. Құрттардың тірісі шықты алғашқы этапта, одан кейін қара ұзын бір нәрселер шыға бастады. Түсінбейміз өзімізде. Оны жаңағы түсіріп, жаңағы негде фотоматериалы. Материалы, которые факт, есть факт. Мен өз көзбен көрген соң балалардың. Одан кейін ПП. Мен алғашқы ұлым, екінші ұлымен вес бірдей. Хотя разница 6 жас. Үлкен ұлында недовес. Не себептен? Сол құрт қой. Жеп атқан құрт. Сосын екеуін жаңағы мынау весті түсіріп та кіші ұлым. Үлкені, наоборот, вес набрал, да? Набрал. Үлкен ұлым. Сонда уже разница, уже көріңіздер қандай программа. Умная программа. Умная программа. Сонда парашютте мен антипаразитармын. Мен осы балалардан нәтиже көрдім. Рахмет. Жалпы, рахмет сізге да. Мен жалпы бар ғой да, вообще Coral Club'тың несі, өнімдері, міне, чтобы сіздерде полный түсінік болсын, я. Міне, балалар туысымен роддомда туысымен балалар не сары болып туады ғой, уже мамасынан ол бүкіл токсин шлакты алып шыққан бала. Менде недавно был случай, ко мне позвонили, говорит, мен сестрам босанып жатыр, балада цирроз туысымен. Пересадка печени только депті. Енді қараңыздаршы да, міне, қайдан келеді? Кір ана, кір бала туады. Причина в этом. А бізде қалай, ана баланы замучают, пока вылечат, вообще дайындалмай аяғы ауыр болған келіншектер, міне, өзінде запор болса, жаңағы келіншекте ағзасы кір болса, грибок, токсин, шлакқа, паразитке толы ағза болса, жатырда не бар, соны эмбрион алып шығады. Түсінікті ғой, е? Сондықтан токсикозы қатты болатын келіншектерде, например, құса береді, жаңағы тамағы қорталмайды, өті толып тұрады, өзі бауырына өзіне көмек керек, ол еще баланы өсіру керек. И получается, токсикоз неге басылады? Өйткені токсикоз басылады, баланың өзінің бүйрегі, бауыры пайда болған кезде баладан бүкіл токсин өтеді. Түсінікті ма? Сондықтан бала
сары болып туады да, оны подламку жатқызады, үйтіп бүйтіп. А фактически ол әйел жауапты да ол баланың денсаулығы үшін. Ол аяқ ауыр болмай тұрып, бізде андай семейный врачтар, нелер жоқ та былай. Нутрициологияға жүгіну керек сияқты маған. Өйткені, например, да, ұйықтап болды ма, ұйықтап болды, бітті сол моменттен бастап сопровождение. А фактически ол әйелдің ағзасы, папасының, мамасының денсаулығы дұрыс болу керек та, чтобы бала қалыптасып, әдемі бала туу үшін. Бізде Coral Club'та бесплодиядан вообще бір командада 200 бала, бір командада 300 бала туған. Понимаете, осылай міне командалар вообще аяқтары ауыр болып келіншектер туып жатыр. Ал? Сіздің командада? Бізде командада 3 бала туды. Шақ жылдың ішінде. Сол енді сұрақтар бар ма по этим? Давайте быстро-быстро нелерді айтып тастайық, да? Отзывтарды жіберіңіз. Кім бірінші? Бақтияр мырза, қоя беріңіз. Менің командамда сұрағыңыз керек, да? Аха, Салтанат ханым, келіңіз. Бұл кісі Астана қаласынан келді. Астана қаласынан компанияға тексерілді. Қандай болды? Қай продукцияны іштіңіз? Қазіргі нәтиже. Менің есімім Салтанат, Астанада боламын. Қазір естемін. Сонда мен Белеровға келдім. Сіздердің сіздер шақырып әкеліп отыр ғой да, сіздер ақпарат тыңдап отырсыздар. Мені ешкім бүйтіп айтқан жоқ маған, мен Инстаграммен келдім. Неге десеңіздер, мен өзіме ем таба алмадым. 6 жыл менде грыжа, протрузия, с левой стороны артрит, артроз дейді ғой, тазобедренный болды. И осындай неге 6 жыл ем бердім, медицинамен система, укол, санаторий, система, укол, санаторий, массаж бітті. Ол маған көмектескен жоқ, уақытша. Мен өзім стройкада отделочница болып 30 жыл жұмыс істеп шықтым. Мен жұмысым ауыр. Сонда ақшаны жақсы табамын. Ақшаны табамын да, мен соған салам, санаторияға салам, массажға салам. Енді система уколды мен үйге шақыртып істейтін болдым. Мен больницаға вообще бармайтын. Үйден шақыртам, мен білем олар немен маған салатынын сөйтіп емделдім. Көмектеспейді, уақытша. 2 жұмама мен қайтадан орнына келемін. Енді бір күні таңертең шаршап келіп жатсам, үйде таңертең төсектен тұра алмай қалдым. Вообще тұра алмаймын. Аяғым отказ. Жүре алмаймын. Енді айғайлап шақырайын десем, үйде ешкім жоқ, бәрі сабаққа кетіп қалған, жұмысқа кетіп қалған. Жалғыз қалдым. Әйтеуір сотка бар. Соткамен өйстіп звондап, бірінші шақырған медсестра, который не істейтін. И то ол кісінің уақыты болған жоқ, басқа біреуді жіберді, система укол қайтадан. Басқа ештеңе жоқ. Сөйтіп система укол айтты, әйтеуір аяғыма қойды, тұрдым. Сөйтіп тағы біраз жүрдім, бір уақыт бір күні алдыда сол жаққа қисайып қалдым. Өйстіп жүрдім. Осылай жүрсем, потому что бәр жерге барам, ем жоқ. Артынан бір әйел келіп жатыр, айтады маған, женщина, подождите, мен тыңдамай кетіп барам, өйстіп кетіп барам. Маған көті қисайып алып, тоқтамайды өзі. Сосын барып, маған айтып атқан шығар деп барып, бұрылдым өйстіп. Сөйтсем, расында да маған айтып атыр екен. Сосын тоқтадым, сіз маған айтып атсың, өзім ауырып тұрмын. Содан кейін, я саған айтып атырмын дейді. Неме қисайып қаласың дейді. И мен диагнозымды МРТ-ге қарамайда, қағазға қарамай айтып берді, полностью. Айтам, я дедім, мен білем оны уже. Мен дейді, немін дейді, невропатологпын дейді. Если что, маған ертең кел дейді, сағат 10-да осындай адресте қосам дейді. Енді ана түн өтсеш, бардым ол кісіге таңертең. Кушеткасына жапқысты, үстіме шығып алды да. Маған айтады, мені боқта шыда дейді. Массаж жасағанда, оны түсіндірушімен, мына жақта менде қан айналысы жоқ та, сонда тромб боққан ғой, бәрі қан. Біздің сустав, оказывается, қан барса ғана өмір сүреді. Қан бармай ма, ол кебеді екен. И сол қан бармайды мына жақта, сол кеуіп жатыр. Сол кеткеннің арқасында мен өйстіп күнде жерге кетіп барам. Көрдіңіз бе? Анау мені алды да, ана қандарды езіп, қандарды жіберді суставқа. Енді ана суставтарын дейді, сен алып суставын мына жақта бүйтіп жабысып қалған ішкі құрылысқа. Енді ана ішкі құрылысқа анау денемнен былайына нетіп тұрып, орнынан қозғалып жіберіп көрді. Көрдіңіз бе? Қан барсын деп. Ол сөйтіп 5 күн маған массаж жасап, мені орнына ровный қойып берді. Солай кетті мен. Болды, мен басқа сағат ештеңе істей алмаймын.
врачтар мені 6 жыл соқыр ұстайды екен. Мына қағазда жазып береді ғой. Соны солай бір көзімен оқиды. Грижа протрузия дейді да, системалық болып жазып береді да жібереді сені. Бітті. Мен уже через кого-то шықтым врачқа, невропатологқа, өзі платныйға бардым, очередьте отырдым, кірдім, қағазым бардым деді, немене келдім деді ғой маған. Мен айтам, қалай мен жүре алмаймын, бәрі ауырады, түнде ұйқы жоқ, нервім былай соққан кезде, аяқ кезде, аяғынан ұйықтай алмайсың. Түні бойы жүремін былай, үйді айналам, аяғымды суға салам, сөйтіп каждый ой ұйқы жоқ менде. Таңға жақын бір сағат ұйықтап алсам, сол менікі бітті. Сөйтіп жүремін, ана айтады, не келдің? Санаторияға бар дейді. Енді рас, енді санаторияға барғанда, ол 7 күн, денеге сыймай күні 11, ана ішіне неше түрлі не аламыз, лечение аламыз, иә? Онда денеге сыя бермейді, бірақ маған ол 6 айға жететін. 6 ай кешқана жүріп, ұйқымды ұйықтап, сөйтіп жүретін. Одан кейін 6 айдан кейін қайтадан басталады. Сондықтан бұл жерде грижа протрузияға ешқандай ем таба алмадым. Сөйтіп жүріп Астанаға көштім, Астанада жақсы ғой деп, мен осы ем үшін ғана көштім Астанаға, бас айтқанда. Солардың клиникаларына бардым. Клиникасына 10 күнге мен 250 мың төледім. 10 күн өттім. Мен даже бірінші күн өткен кезде мен настроением түсіп қалды, маған ем болмайды дедім. Неге? Потому что мен ана санаториядағы алған емнің ана жерде даже жартысын алған жоқпын. Потому что олар 2 ручной массаж, сосын электрический массаж берді. Содан кейін өзіне қан алып, қанды тазалап, белге салады. Онымен 2-ші күні витамин В салады, белге болючий. Соны алдым, содан кейін айтады, тағы 1-2 процедура аласың, үйге жібереді. Нелерді, қалай деп шетеді, зарядкаларды істедіп, қалай істеу керек, соны көрсетіп солай жібереді. 10 күн алдым. Ешқандай нәтиже болған жоқ. Бізге қашан келдіңіз? Бізге келіп, не қолдандыңыз, соны айтып жүріңізші? Сол неге барғанда, клиникаға барғанда, бір плюсы, олар маған дискіні ашып, мен МРТ түсем ғой, сол дискіні компьютерден көрсетті. Компьютерден көрсеткенде, сол жақ пен оң жақта менде не болып жатқанын көресізден жетеді. Вот соны көрсеңіздер, сіздер көздеріңіз жетеді не болып жатқан. Сонда менде мынау позвоночник бар. Енді позвоночниктің арасында сүйегі жоқ. Ол сүйегі жоқ болған кейін басып қалады. Сол басып қалған кезде арасындағы үлбіреп тұрған, ол былай ағатта, соны грижа дейді. Нервы загружены. Сонда бәрі нервіңізді басып тұрады да, сіз постоянно нервничать ететініз сол ауратында бәрі содан кетеді уже. Смотря қандай, 2 ма, 3 ма, а менікі бәрі кеткен уже 6 жылдың ішінде. Қағазда L2, L3 жазып тұрады өзі. Бәрі кеткен ғой. Анау бір-біріне жабысып тұр. И мынау сүйек бірін-бірін қажалып, разрушение идет уже. Көрдіңіз? Тазобедренныйды көрсетті, ол тоже разрушение идет. Мынау ойнайтын жер, мына жер кәдімгі сетка жабылады да. Мынау не сүйек үгітіле бастайды екен. Көрдіңіз? Арасындағы сүйегі жоқ, жөнде былай жүрмейді, аяғын жүрейін десеңді. Қайта алмайсың. Соның бәрін маған көрсетті. Именно телодан былай 2 сустав өтеді екен. Енді правый жақта қалыңдығы мыңдай, левый жақта анау уже жіп үзілейін деп тұр. Анау үзілсе, мен вообще даже ешкім уже осылай орыма тұрғыза алмайды. Кісайып қалам бір жаққа. Соның бәрін көрген кезде мен түні бойы жатып интернеттен сустарды іздемеймін ба? Сонда маған Белерон түседі. Бақытгүл ханым не беріпті интернетке. Таргет. Да, таргет беріпті. Сол таргетпен келдім мен Белеронға. Потому что менде выход жоқ. Выход жоқ болды, соны алып ішерді, таңертең звондаймын ол кісіге. Ол кісі мені гемосканированияға бар, очищение кереу жоқ деймін. Потому что мен түсінбеймін ғой. Кереу жоқ, маған Белеронды 500 суставқа деп болмай маған. Жоқ, ол кісі қоймаймын. Гемосканированияға жүреді. Гемосканирование қан тапсырамын, ана кісінің лечениесін аламын. Бәрібір ана жерге сатып барған кезде Белеронды аламын. Белерон, Басфили, Коралмай. Қанша іштіңіз Белеронды? Неше Белерон? Мен Белерон бір
5 упаковкасын ішіп тастадым. Енді оны ішкен кезде, бірінші айда, белерон ішкен кезде 10 күннен кейін мен нәтиже көре бастадым. Көрдіңіздер ме? Мен ұйқым түзелді, ешқандай, даже нерв бәрі болды, уже воспалениясы кете бастады, басвили ішіп жатыр, просто. Сосын кейін менде неше түрлі папилломалар шығатын. 10 күн ішінде, ана папилломалар күн көп қышитын, түсіп қалды өзінен өзі. Бір белеронның өзінен. Одан кейін, ақасында кісіде сустав ауырған кезде, тырнақтар көтеріліп қалады екен. Ана грибок дейді ғой. Онда бәлен жыл емдедім, ол кеткен жоқ. Сол тырнағымды жай қарап отырсам, бәрі орнына келді. Арасындағы грибок да жоқ. Көрдіңіздер ме? Белерон қалай суставтармен жұмыс істейді. Ана суставтар тазалаған кезде, маған бәрі орнына келе бастады. Кәдімгідей. Я сама в шоке была. Суды бірге іштіңіз ғой. Да, буралмай, басвили и этот детокс. Белерон. Все, екінші айда айттым, давай очищениені әкел деді. Сосын очищение Да, өттіңіз. сразу детокспен очищениеға айтатына. Соның барлығымен мен белеронды жанынан тастаған жоқпын. Енді қазір итог қандай состояние? Деток мен осы декабрьда МРТ істедім, 1 жыл іштім ғой енді тазаланып. Врачтың алдына отырып алдым, маған дискіні көрсетіңіз дедім, мен грижаларым бар еді дедім. Ана қарап отыр компьютерда, сізде грижа жоқ, қандай врач айтқан? Ойбай. Ошибся дейді. Маған айтады. Мен ну дедім, қалай ошибся ол деді, менде грижа бар дедім. Жоқ деді, сенде грижа жоқ деді. Сүйек дедім не? Мен сүйектің жарты жоқ уже, өгі тұрмаған да. Сіздер білесіз ғой, ана былай томпиып тұрады ғой? Иә, понятно, ол позвоночник. Мен сүйегімді көрсетіңізші дедім ана жерге. Мен білем ғой, ол уже өтіп жатқан. Сүйегіңіздің бәрі орнына келіп тұр, просто воспаленный болып тұр дейді. Көрдіңіздер ме? Ана воспаленный деген, он восстанавливается. Даже сүйектің өзі восстанавливается. Сосын мен кісіге дедім да, сосын тазобедренныйға көштім. Мен ештеме айтқан жоқпын ол кісіге. Оның бәрі Астанада болды осы декабрьда. Перед Новым годом сонда жаңалық алдым. Тазобедренный 3 степеньнен 1 степеньға түсті. Ах ты. Көрдіңіздер ме қалай істейді жұмыс? Мен вообще в шоке была, жерде бар ғой. Супер. Үндемей отырмын, врачтың алдында не күлерімді, не жылағымды. 1 степень, андай, короче, маған айтты сонда врач. Сіз, короче, неге порталға жазылыңыз дейді маған айтады. Очередьқа тұра беріп, мынаны ауыстыруға темірге дейді. Мен айтамын, сөйтіп. Зачем 1 степень болса, зачем вам предлагают? 1 степеньнің өзінде маған жеріп тұр ғой. Көрді, мен оған айтқан жоқпын ғой. 3 степень болды. Ескі дискіні ақтаған жоқпын. Мен өзіме результат керек болды. Я хотела посмотреть. Ештеме айтып отырған жоқпын оларға. Сондықтан ол маған айтып порталға тұр дейді. Мен айтам, порталға қанша тұру керек? Енді өздері звондайды, самый главный тұру керек деді. Мен айтым, жарайды дедім, мен сізге айда айттым. Аналитикаға істеуге бола ма дедім, бұл операцияны дедім. Конечно, болады, 3 миллион, пожалуйста. 3 миллиона? 3 миллион. 4 белеронға сізде 500 мың ақша кетті. Ал Еще раз теорден, соны салу үшін 3 миллион. Если хотите, дейді, пожалуйста, мен сізге без очереди, да? берем, напрямую сол кісімен сөйлесесің, и сол кісі сізге ақшаны істеп береді. Хорошо. Рахмет сізге. Керемет енді результатыңыз. Салтанат ханым, давайте. Я в шоке была прямо. вообще. Грыжа сколько сантиметров было? Неше сантиметр болды сіздерде? Жарым бірінші. Аха. Одан кейін екінші жағынан шықты. 1,5, видишь 2 уже? миллиметр болды. Вот. У нас сүйік қой біздің сүйік, витаминдерін жеп қояды ғой, паразиттер. Нет, я ты понимаю. Иә. Причина может быть разной. Не обязательно паразит жеу. Симвиальный жидкость бітіп қалуы мүмкін. Разница немене. Басында мен стройкада істеп жүргенде, Сізде физически нагрузка. Мен неге түсіп қалғам, мені былай қысып қалған. Тем более. Сол уақытта ол, видимо, орнынан қозғалып кетті. Маған ешқандай врач онда айтқан жоқ. Сен бар да, мыналарды орнына қой деп. Одан кейін я 16 лет поработала. Потом уже у меня проблемы начались. Көрдіңіздер ма? Сіз уже, видите, физически подпортили и дальше пошло-поехало. Рахмет сізге. Это, Бахтияр Мырза, кто? Етпей тұр ма? Это самое... Кім?
Қыздар, короче, бар ғой, жігіттер, былай. В общем, ұзақ сөйлемейміз. В общем, айтамыз, проблема қандай болды? Бізден не қабылдадыңыздар? В общем, результат қандай болды? Аха, сөйтейік. А то уақыт көп кетеді қазір. Келіңіздер. Золотой директорым. Аха. Бақытгүл ханым. Бақытгүл ханым, келіңіз. Бүгін бізде ашпет соттың қасиеті қандай? Соны көрсетіп иә, давайте, аха. Тіпті күшті. Сәлеметсіздер, қазағыңыз қалай? Иә. Енді керемет ақпарат алып деп ойлаймын. Өздеріңізді бұл енді алған бір сый шығар сіздерге. Осылай денсаулыққа келіп отқан көп адам қазір проблема. Денсаулықтар баланың өзі қазір проблема болады. Сол себепті Назия ханым айтып отырды. Рахмет, Назия ханым. Не себеп арзан неге кіреді адамдар? Балалар неге сондай болып туады? Сол себепті болашақ ана өзін дайындау керек. Мысалы, қазір ұлдан үйден тұр, мысалы. Сол жаңағы қыздар тұрмысқа шығып жатыр. Сол 2 жастан бастау керек. Мысалы, очистканы. Чтобы олар ертең болашақта жаңағыдай проблема болмайды. Балаларда да өздерінде. Сол себепті енді сіздер продукция білгеннен кейін мына сөзді білесіздер. Мектеп формуланы айтып обязательно осы бізде H500. H500, иә. Антиоксидант. Осы мықты өте. Мынау жаңағы ішкі ағзаны өзіне Тотығуын алады. Тотығуды кетіреді. Кетіреді. Енді мысалы бізде былай кішкене түсіндіріп кетейік. Мысалы адамдар айтамыз ғой 60-ға келді, 70-ге асарын асады, жасады деп, негізі олай емес, оғым. Бізде солай айтамыз. Ал енді адам ағзасын тазалап өзі, үлкен кісілер бүкіл концепциядан өтіп, мысалы, ол кісілер уже ағзасы шайшап тұр ғой, болевая ғой, ол кісілерге жылына 2 рет немесе 4 қатарынан тоқтатпай әрі қарай тазалау керек. Что результат? Өйткені ол кісілерде уже хронический болып кеткен. Енді сол кісілерде жаңағыдай проблемалар кете бастайды. Жаңағы балаларда да тоже антипаразитарлы программа бар. Оның ішінде де бәрінде де осы жүреді. H500 дейміз. Мен ашайын бұны. Мінекей, біздің ағзамыз қазір кір. Мысалы, балаларда неге? Балаларда айтамыз, балалар көбінесе тәттіге жақын болады. Олар жаңағыдай. Қазір тамақты ет берсең жемейді ғой балалар. Сразу жаңағыдай тәтті жейді, ересектер, осы мынау біздің жаңағы таза ағзамыз, алақан біздің ағза, таза. Жас балалар жуады, таптаза ағзамен. Уақыт өте келе уже 30-40-тан кейін ағза кірлейді. Уже 60-70-тегі адамдарда уже хронический болып кетеді да бұл. Мынау біздің кір орта, яғни біздің экология. Біздің даже қазір жеп жатқан сүтті де, етті де білесіздер, қалай ет базарға келіп жатыр. Қандай ол уколдар алып жатыр олар. Сүттеуді қаншама жылдап айлап сақтайды, соның бәрі біз сүт ішпе деп айтамыз ғой, сүт ішпеңдер деп айтамыз. Сол себепті мынау біздің ағзамызға келіп жатқан жаңағыдай зиян, орта. Енді көп қой бұл білесіздер, мысалы, жаңағыдай қалай енді мысалы. Жеп жатқан тамағымыз бар, экология бар, осыған жаңағы мына таза неміз, ағзамыз біздің кір болып деп есептейді, мысалы, зеленканы аламыз да, жаңағы біз іш құрылысымызды көтеріп жатырмыз. Негізі зеленка, йод, да, негізі бұл тяжелый, очень тяжелый металл. И он вообще кетіру оңай емес. Киімізге тисе, бітті ғой, оны лақтырамыз. Оны сумен кетіп алмайды да. Мінекей, мынау біздің ағзамыз жақсы, өзі көп қиыштықтың жақсы болады. Мінекей, мынау жаңағыдай біздің кір орта, Кішкене су алғаныз. Мінекей, осы кір болды. Мынау хронический бізде ауру. Енді осыны қалай кетіре бастамыз? Мына жерде кішкене су құяйын. Но получается кислая среда. Қазір біз будем ее расщелачивать. Хорошо. Міне мынау міне H500 біздің антиоксидант. Жаңағы H500 деймін ғой, мінекей, өзім айтам ғой. Мінекей, осы біздің ағзаға кіреді, ағзамызға жұмыс жасайды. Мінекей, жұмыс жасаған уақытта уже біздің ағзадағы ауыр металл, жаңағы хронический, бәлен-бәжіл, учет отырып, ағза улаған дәрілер бар ғой, химия. Без учет. Соның бәрі, мінекей, осы H500. Алақанымыз. Мінекей, көрдіңіз бе? Мінекей, осылайына болады ағза, тазаланады. Мына H500 жолының бәрін тазалап өтеді. Түгел тазалайды.
негізі бұл антиоксидант. Бізде бар ғой, даже жасарам деген адамдар, вот әйелдер менде бар. 2 капсуладан күніне 3 рет ішеді осыны. Представляете? Омоложение дает. Клетки. Короче, например, ауыратын адамда жаман клетка көп болады ғой, тотыққан клетка или онкологическая клетка. Даже онкологияда бұл тоқтатады процессті. Это метастазы отодвигает. Почему? Потому что жаңа клеткалар жаңғырта береді. Тудырады. Клетка осылай ашып кетсе, осылай жұмыс жасайды. Бұл біздің ағзамыздағы ауыр металл жаңағы бүкіл шлак токсиндерді шығара бастайды. Бұл енді детокста бар бізде. Детокста бар, гидромакста бар. Гидромакс ішінде бар, иә. Неге? Мысалы, кей адамдар болады ғой сіздерде, мысалы, жаңағы қараш детокс алады, сосын қарашыл алады, иә? Сосын бір арасы бір 15 сонда тоқтап қалады, или 1 айға тоқтап қалады, мысалы, ақшам жоқ деп. Сол уақытта тоқтатпау керек. Ең болғанда суменен ашып кетсек, вот это екеуін, соны 1 ай ішіп өзін тоқтата тұруға болады. Түсіндіңіздер ме? Жаңағы әрі қарай процесс тоқтап қалмасын. Сосын енді қалавадан кейін обязательно айтылған не? Лимфатическая бар бізде программа. Лимфатическая осы без тазалау бізде программа бар. Адамның өзі негізі без өзі бас қой. Сол программа бойынша барлық адамның безі, дейсіздер ғой. Бүкіл ағзаны тазалап, безді ұмытып кетпеңіздер. Сол без таза болу керек. Калавада тоже безді тазартады. Калавада лимфу тоже очищает. Лимфа деген ол адамның канализациясы. Понимаете? Но бітей кезімізде айтып еді ғой. Без шошынып жатыр, без шошынып. Сонда лимфа белгі береді да, менде уже засорено, мен проходимость жоқ деген сөз. Сол кезде не істейді? Без шошыды и басылды, үйтті-бүйтті, ол шошыну керек дейді. Ол тағы да білместік. А негізі бізде тазарту процесстері бар. Калавада тазартады, и отдельно лимфатическая бар. Мінекей осы ең мықты антиоксидант адамға керек. Ол программалардың ішінде бар. Жаңағы құрт-шығарат программа болмайды, ол жерде специально өзінің бастап несі бар. Сол себепті осыны қорықпай тұтыңыздар. Рахмет сізге. Енді давайте Райхан ханым, сіз шығыңызшы. Это. Сіз кеткіңіз келіп тұр ма? Ага, жарайды, хорошо. Данагүл ханым, келіңіз бері. Данагүл ханым, изумрудный директор. Иә. Мен де енді Гүлназия ханым сияқты денсаулыққа келген болатындығым. Мен осыдан 2 жыл бұрын пандемиядан кейін ісініп ауыршымда, денем бәрі ісініп кетіп, сосын 2 өкпем сырылдап, кәдімгі одышка пайда болып ше менде. Ондай комнаталарда жүрсем, демім жетпейді, ал менде хотя бы ондай бұрын болмаған. Сосын денем шырылқып теріле береді. Содан жаздың кездерінде, ауырып айларында мен дәрігерге барып тексеріп қаралдым. Асқазанда не бар деді, хронический гастрит деді, сосын эрозия деді. Сосын бауырыңыз ісініп тұр екен бір жағы, өтіңіз қойыланып тұр, қаныңыз қою деді. Содан мен дәрігерге бармаймын, мен дәрігерге барып тексерілем, назначение алам, анализін тапсырам. Сентябрь-октябрь бойы жаңағы дәрілерім келген ішем. Бірақ жаңағы қатты результат көрмейді, дәрілерді ішіп жүрген кезде әйтеуір жұмысқа барып келем, бірақ әлсіздік жаңағы слабость, тердей берем, сосын шаршаймын, ұйқым келе береді. Жұмыста жүргенде де жаңағы бір беріліп, энергия ештеңе жоқ. Барам, жұмысыма қайтып келем. Содан дәрігерге барам, жаңағы енді сіз диета сақтаңыз, назначение берді, басқа енді іштіңіз, пока диета сақтап көріңіздер. Содан бір күні қойшы осы народный емменен емделіп көрейші, осы қарайышты бүкіл ютубты қарадым, телеграмдарды қарап отырдым да, содан өзіміздің осы біздің Динара ханымның бір телеграмда каналы бар екен. Почему-то білмеймін, сол каналда мен нөмірім жүрді, и ашып қарадым да, жаңағы жерде отзывтар салынған екен. Сосын ерінбей каждый отзывтарды қарап отырдым. Сонда маған ұнағаны, анау өзбечка ма, молодая, неде жатты ғой? Гүлнора. Гүлнора ма, 2 жылда жатып қалдым, сосын қарашқа отырдым, сосын кейін осы ненің арқасында, құрылдың өнімдері арқасында мен уже түрегіп жүрдім де, полиартрита. Көрсетіп нетіп жүрді, сосын қызықты болды да, жаңағы енді действительно көмектескен, бұрын мен мынандай БАДы дегенді білмеймін, компания дегенді білмеймін, ондайлардың бәріне қарамайды екенмін да, сенбейді екенмін да, сосын кейін жаңағы интересно болып та, ашып қарадым да, бүкіл нелерді отзывтарды қарап шықтым. Сосын Динара ханым өзінің жекесіне шықтым, одан жаңағы Балғыз ханымның несін тауып алдым, одан кейін
сосын кейін осы Гүлназия ханымның отзывтарын тауып алдым, бұл кісінің нестары ана жеке несіне шықты өзінің, тіркеліп алдым оған, сосын кейін бұл кісінің өзінің баласының несін айтқан екен, диагнозын жаңа көмек еткен. Сол кезде мен қатты сенімше, действительно, осы компанияның өнімдері жұмыс істейді екен. Не болса да мен осыны алып ішкендерімді Динара ханымға жаздым. Динара ханым қалай тіркелуге болады, мына өнімдерді қалай алуға болады. Ол кісі айтты, мен жекеме шығыңыз деп сөйтіп, сосын ол кісі тіркеліңіз, 20% скидкамен аласыз, сол қай жақтікі сіз қарағандылықтың адресін беремін, сосын 95-96-ға кетіп қалды бесім. Сосын кейін келдім да офиске келгенде, жаңа офисі зерттелі ғой, ол кісілердің сұрадым, сіздер неге бүкіл халық білмейтін ана жаңағы не істеуге болады, анализ қалай тапсыруға болады, дәрігер болса мен тексерілейін, аның бәрін өтейін деп. Сосын ол кісі жаңағы гемосканированияның адресін берді, сол кісіге барасыздар, сосын қан тапсырыңыздар. Сол кісіге бардым, ол кісіге жаңағы қан тапсырдым да, ол кісі маған айтып берді да, қағазға жазып берді жаңағы бір айға алатындарыңызды. Сосын кейін детокс плюсты жазған, мен енді оған дайындап отырмағаннан кейін, ақшам жетпегеннен кейін мен детоксты бардым да алдым. Соны үйге әкелдім да, кәдімгідей ол кісінің айтқаны бойынша диетасын сақтап, ащы жеме деді, нан жеме деді, қант жеме, варенье жеме, в общем, солар жемесі деді, огурцы, помидор, сондайлар жеңіз, шөп жағын көбірек жеңіз деп. Сосын маған енді керек болып тұр ғой, сосын алдым да, соның алдында бір ай детокстан басталғанда іштім, сол менде қатты ауырып, нетіп жүрген ондай диагнозым жоқ, дәрігерге жатып нетіп көрген жоқпын, бірақ жаңағы пандемиядан кейін пайда болған. Сосын кейін алдында соны алып ішіп, ішкеннен адам енді сразу сезбейді ғой, іштеңе білінбейді, сосын ойлаймын, көмектесіп жатыр ма, көмектеспей жатыр ма деп. Сосын бір апта өткеннен кейін уже жаңағы тербегенім қоя бастады, басыла бастады, энергия пайда болды уже. Шаршағаным кетті, жаңағы оказывается менде нерв ауырып жүр екен, мынадан бір лай болып қойған сияқты, мына жерден бір цементті нетіп қойғандай қаурап болып жүреді екен денемді, ауыр не кәдімгідей арқалап жүр екен. Қалай ана бір айдан ішкен кезде денем жеңіл болып, энергия пайда болып, күш пайда болып, жаңағы басым ауырғанын бәрі қойып күнде екі шетін қолдап жүретін. Біз не істейміз, ағамызды давление береміз, давление дәрісін іше береміз, одан жаңағы асқазан ауырады дегеннен кейін панкреатит, андай мезин, соларды ішіп жүре береміз ғой, сондайда жүрек бастайды. Содан уже результат көргеннен кәдімгі қуанып, бірінші айында ішіп бітіріп, екінші айында жаңағы парашютті алдым, соны алып іштім. Кәдімгідей тұз кетті, денемдегі суық кетті, отектің бәрі кетті, есім біртіндеп түсе бастады. Қатты қуандым. Тәтті Динара ханымға қайта рахметімді айтамын, менің нөмірімді осы неге қосып қойғаныңыз, қайдан алдыңыз деп та сұрамаппын оны. Сосын кейін нөмірімді қайдан алдыңыз деп сұрамаппын да. Кейіннен айтып жатыр, қыздар айтады, оның нөміріңізді қайдан алып, қалай қосты деп. Әйтеуір қосқан шығар, бір жерден деп қойып сұрамаппын да. Маған ана бүкіл өнім ұнап, маған көмектескеніне қатты қуанып, бірінші өзім ішпеген, ешкімге айтып нетіп жүрген жоқпын. Үйге әкелем, үйде жолдасыма да айтпаймын, балаларға да айтпаймын. Өзім алып, жаңағыны ішіп результат көре бастадым уже. Денем салмағым неттеп түсе бастады, 9 килограммға тастаттым сонда. Сосын Калабаданың плюсын алдым. Калабада плюсты алдым да, бірақ оны бар ғой, қатты бүйтіп, 4-ші күні келгенде іше алмадым маған нені. Оказывается, мен өтім ауырады екен сөйтсе. Даже мен ұйқы безім ауыратынын да білмеймін, еще басымда сақина бар екенін білмейді екен. Осы нені ішкен кезде, мен жаңа парашют ішкен кезде 4 күн басым деген өмірімде ауырмаған, суқылдатып тұрып ауырды. Жолда келе жатырмын Қарағандыға. Как раз осы Әсел ханымда не береміз деді ғой, соған келе жаттым, жаңа сосын Динара ханымға айтып қойып, мен басым ауырып жатыр. Сосын тоқтатпаңыз, іше беріңіз деді. Өзі қойып деді. 3-4 күннен кейін көзім шәйдай ашылып кәдімгідей. Басым жеп-жеңіл, тым ауырмайды жаңағы. Өз-өзіме қуанамын ғой жаңағы, қалай керемет, қалай әсер етеді, витаминдердің бәрі жақпаймын, ол кезде витаминдер сөйлейміз. Жаңағы бат деп айтуға қорқасың енді, витамин ішіп жатырмын деп қоямын. Сосын бір жау сияқты бізге кәдімгі, білмеймін ғой өзім оны зерттеген жоқпын. Сосын осы сөйтіп жүріп бүкіл істеген бақтар өзім білімімді жетілдіре бердім. Ананы ішкен сайын әрқайсысын жеке-жеке оқимын, мынау қалай көмектесіп жатыр,
бір көмектесіп қалғанда адам организмден сезеді ғой. Сосын бәрін изучать етіп шықтым. Сөйтіп жүргенде Динара ханым айтты, Дана ханым, сіз енді осы да алып шығарсыз ғой. Өзінің директор статусын ашайын деп тұрсыз. Әрі бизнесті қоса алып жүрсіңіз. Мен бизнесті ашайын жоқ өзіме ғана алып жүрсем, мен патриоты болып отыра бергенде. Сосын ол кісі айтады, мен артыңыздан адамдар тіркейсіз, тіркеліп жатыр. Ертеңгі күні директор статусын ашатын болсаңыз, бизнесіңізді қоса бастайсыз да, сөйлеген түскен ақшаға өзіңіз нете бересіз. Содан алдында жаңағы Бақытгүл ханым менің класстасым, ол кісіні айттым, өте керемет екен. Бірінші рет осы кісіге айттым, ақша керек болса, денсаулық керек болса, келіп тіркел. Менімен қоса өсесің, менімен қоса емделесің деп. Бақытгүл ханымды тіркеп алдым. Содан сөйлеудің өнімдерін алып жүріп, осындай жақсы результат көрдім. Ісік жоқ, айтып жоқ. Вес тастадыңыз. Жасым 54-ге келді, 9 килограммда вес тастап қазір. Жақсы. Оның үшін мынаның басын тұрғанда қазір басым айналасың, қазір ондай деген жоқ. Өте жақсы. Супер. Рахмет. Райхан жүр. Иә, Райхан қойып тұршы. Енді мен Райхан ханымға сөз берейін. Өзімнің золотой директорым, Қарағанды қаласының тұрғыны. Петропавловскта үлкен командасы бар. Жалпы өзі со жақтың қызы. Бірақ бізге келіп мықты результат алды. Бұл кісі енді менің көршім, неверующий Фома. Мені наблюдать етті 1,5 жыл сенбей ештеңеге. Өйткені бойында енді өзі айтар қазір. Неше операция жасадың, соны айтшы. Айта бер. Ничего. Петропавловскың қызы. Сюда встань. Познакомила меня Райхан. Мне через неделю 64 года будет. Тәубә. Я за свою жизнь перенесла 6 операций. Хронический у меня панкреатит и щитовидка аутоиммунный тиреоидит. Это значит, я по жизни инвалид. 6 операций – это тоже инвалид. У меня нету желчного, у меня обе почки, у меня нету левого придатка, у меня еще кое-что там, 6 операций. Это 6 операций, это столько наркозов, значит, я не должна жить уже. И 1,5 года, 7 месяцев, как я сюда пришла, Гульназия ханым меня 3 года назад звала, я ее не слышала, просто я за ее сыном, за Схатиком наблюдала, как он меняется. До этого, до Корла, я была в сетевом, я все время пью БАДы, я не пила лекарства. Единственное, я попадаю в больницу, меня сразу отрезают мне органы и выкидывают. И все. А так я всегда против лекарств. Панкреатит – это страшная болезнь, да, я не буду его, вы представляете, да, можно от сердца заболело, можно приступ сердца спастись. Если некроз поджелудка начался, это мгновенная смерть. Это мгновенная смерть. Я это знала. У меня и сын искал, все, я не могла. И вот 7 месяцев назад я сильно заболела, у меня обострение, я на утро не могла встать. В чем поджелудок проявляется? Он не переваривает пищу. Съела морковку, у меня морковка выходит. Съела мясо, у меня мясо. Унитаз всегда жирный. И я когда в гости иду, у меня вот это неудобство, в дорогу ехать, я искала, где туалет. Мне надо в первую очередь, пришла в ресторан, знать, где туалет. Это меня очень, знаете, ущемляло в моей жизни вот это все, и в дорогу это тем более. И вот я заболела, да, с меня лилось, я на утро на ноги не могла встать. Сын меня на руках отвез в больницу. Мне привезли в Майкубовскую 4-ю больницу, мне говорят, а вам нечего оперировать. Меня пощупали, посмотрели, я говорю, в смысле оперировать? Мне не надо оперировать, у меня просто хронический поджелудок болит, я знаю, что у меня. Он говорит, если бы это было, вас бы давно не было. Вот так он мне сказал. Сына меня хватает, везет в Астану через знакомых, не знаю, сколько заплатил. Я у какого-то профессора лежала, меня общупали, а это 4 женщин лежат. Я хочу сказать, что я по блату пришла. Лежат после тяжелых операций, на них нужно внимание. А у меня от профессора, начиная до студентов, приходят, меня щупают. Я с этим поносом и вышла. 10 дней пролежала. Мне от корешка волос до корней ногтей меня обследовали. Ничего, так и вышла. Сына мне находит такого супер гастроэнтеролога в Астане. Мама, сходи. Прием 18 тысяч, старшего тригон, да? Я говорю, не хочу идти за 18 тысяч на прием. Он говорит, я все равно, если не пойдешь, я скину эти деньги. Я пошла. Она мне выписывает,
1,5 листа А4 лекарства. А я против, понимаете? Единственное, я иногда систему принимаю. Я вот эту бумажку взяла, посчитала на 80 тысяч. Понимаете? На месяц на 80 тысяч тенге мне лекарства. И я посмотрела, племянница у меня врач, она говорит, а зачем вам вот это выписали? У вас поджелудок не выдержит столько антибиотиков. Я не стала брать, позвонила в НЗ и начала сразу пить детокс. У меня, кроме этого, вот сейчас говорили, так как у меня щитовидка, у меня хроническая усталость, у меня хроническая болезнь, мне 64 года, у меня давления нету, но у меня непонятные головные боли, постоянно голова болит. У меня кисты были дальше, в этом, в левом почке кисты были. Запомните, если у кого есть киста хоть одна, она будет во всех органах, если его не запомните это точно знаю. Оно по всем строит это кисты, и никто не знает, что это такое. Қазақтар ертесі дейді, ол ертесі киста, это пленка при ожоге, получаете же пленку, вот эту балды. Вот такой балды, вот это есть киста. А что там сидит, никто не знает. Там червь сидит, рак сидит или еще кто-то сидит. И вот я это провела, и у меня 10 дней, вы, кстати, да, басымды көтере алмай жаттым. У меня головные боли страшные. Обострение. И все, потом как рукой. Я первый раз уже за долгие-долгие увидела, извините меня за выражение, что такое нормальный кал. Я попробовала водку даже выпить, потому что водку вообще нельзя. Там жареное нельзя, то нельзя, это нельзя, много чего нельзя, у кого панкреатит знает. Видите? Второй результат, у меня буду быстро просто говорить, щитовидка. В 90-е годы мне поставили гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит. Аутоиммунный тиреоидит – это плохо, когда живые, натуральные ваши нормальные клетки начинают съедать ваши нормальные клетки. Понимаете? Не плохую клетку, а вот это плохая болезнь. В конце концов, оно переходит на сахарный диабет. Вот это все у меня, и поджелудок, и вот это, да? Тем более у меня щитовидка, этого нету, желчного нету. И мне по жизни дали пить дозу 100 элтирокс. Щитовидка ничего не болит, запомните. Но она коварна тем, что она садит в первую очередь сердце. Я сама как врач говорю. Садит сердце, это щитовидка, и все органы. И тоже, если штейнинг ауруме, значит ты не идешь в больницу, да? Это я чисто случайно щитовидку обнаружила. И вот это антитела, АТПО называется, да? У меня было 680, я на всю жизнь запомнила. Первый раз, когда сдавала анализы, вместо 9, предел 9, от 0 до 9 должно быть. А у меня было 680. И когда я пошла к врачу, врач говорит, а ничего страшного. Ну, ничего страшного, я не стала никакие лекарства, ходила, пока меня не стало трясти, пока у меня сердце вот здесь не стало выскакивать, пошла, они говорят, это из-за щитовидки. А самая страшная боль моя, да, моя боль, что у меня один ребенок, щитовидка, в первую очередь бьет по репродуктивным органам женщины, оказывается. И я об этом узнаю в 62 года. Когда я пришла в Корал, я так хотела иметь детей, да, у меня единственный сын, бала мама босым, да, я хотела 3-4, я не делала аборты, я не предохранялась, я не была грешна в этом. Мне говорили, у вас все нормально, у меня муж в Чернобыле был, на него грешили. Он умер, я со второго вышла, у меня опять нету детей, хотя я в то время могла родить. И я в 62 года узнаю, почему у меня нету ребенка, когда у меня все нормально было, понимаете? Я, знаете, я проплакала весь вечер. В тот день, вот я когда пришла в Корал, я проплакала. И я на утро записалась к гинекологу, пошла, сидел молодой парень. Я говорю, вы мне скажите, из-за этого могло мне детей не быть? А он говорит, да, конечно. Понимаете? Вот это вот верить врачам. Не бойтесь БАДов. У меня еще 3-й результат. Я у сестренки спасла свою сестренку. У нее онкология. Как я ее спасла? Нас 7 девчат дома. Я куда вступлю? Я живу в городе, в большом городе. Я им пишу. Они в Петропавловске. Идите за мной. Я пришла, кто хочет свое здоровье восстанавливать.
Хорошо, все пошли. Младшая самая не пошла. У нее никаких по здоровью проблем не было. Единственное, у нее все время опухали лимфы. Без шоши. То у нее в паху, то у нее колтон астына, она не может, она медсестра, это кардиограмму снимает. И сколько я с ней билась, я БАДы пью, всегда давала ей БАДы, не пьет. Думала, хорошо, он на свои деньги не берет, значит не пьет. Сюда позвала, она опять. Меня Акшамжок. Хорошо, Акшамжок, я сестрам говорю, давайте в черную кассу будем играть. И будем помогать друг другу. Единственное, дайте мне слово, никакой той, никакой платье вы на эти деньги не будете покупать. Только продукцию Coral. Лайфхак. Видите? И они согласились. Старшая сестра у меня лежачая была, вот у нее позвоночник тоже, вот она результат получила. Вот сестренка первая, Алланың жазуы, да, она первая вытянула жребий, и мы заставили ее детокс плюс взять. У нее ораза у меня, я не буду пить, потом карзы воротим, и в том году в мае она начала пить. И у нее начались проблемы. Она никому ничего, единственное мне сказала, начала пить, у нее живот заболел сильно, как будто, говорит, рожала, мне, говорит, прямо характеристую, говорит, вот так было. И молчит, понимаете? Уже август месяц. Она дальше опять не стала, она только детокс пропила, у нее начались проблемы. Потом я с отпуска еду, я ей не отстаю, я ей говорю, ты же в отпуск вышла? Я в Петропавловск ехала. Давай приезжай, мы тебе лимфочистку купим, это недорого. Она опять 1000 причин не стала брать. Оказывается, она уже ехала на колоноскопию. У нее частый стул начался, потом слизь, потом кровь пошла. И что думаете? Пошла на колоноскопию, сразу написали рак. Рак. И все в шоке, у нас в роду нету, нигде нету, все бегут. Девчата, вот гимназия вот здесь стоит, да, в Петропавловске я была, там не было, H500 не было в тот день. Я заказываю в Астану ей, срочно, гимназия, моей сестренке онкология, вышлите. Мы берем 5 штук H500 баночек, берем воду, вот этой воды, на мой вес, на 50 килограмм, здесь одно саше надо, да, а мы ей кидали 5 штук, она меньше меня еще. Вот этих 5, а H500 10 штук на 1,5 литра воды. Мы начали сдавать анализы быстро-быстро. И знаете, ну, естественно, не без блата, мы пошли там быстро, не 10 дней делали эту, как называется, биопсию, вот это, берут которую. Его сделали за 2-3 дня. Короче, мы на консилиуме через неделю, мы анализ сдали. И врачи были в шоке. Почему были в шоке? Потому что я вам скажу, рак кишечника, рак печени, рак легких никогда не дает знать в начальной стадии. Дает только знать о себе на последней стадии. Все, 4-5 стадия. И когда мы узнали, что у нее 2-я стадия, я думаю, это детокс. Все. И врачи, я вместе с ней, вот все врачи сидят на консилиум, она никакая, я с ней хожу. Пошли, они говорят, а как вы узнали? А почему вы пришли? Почему вы решились на консилиум? А им надо, чтобы на 4-й, на 5-й стадии человек пришел, понимаете? Прооперировали. Она после операции, мы эту воду носим, чайным, суватом, исчезным. Вот это мы пичкали. И когда анализ сдавали, вы знаете, что сказали? У вас щелочи много, у вас в организме щелочь, понимаете? Ту-ту-ту, мне поделились стучу. Я не стала возражать после химии, мало ли что, да, ну извините, БАДами уже время. Она начала химию делать, но мы ей давали, кроме этого мы уже другой подключили, остальные БАДы, у нее сняли химию. Седьмую химию сняли. Химию отменили, после 6-й химии ее отменили. А я уже сама сказала, дальше не ходи на химию, но заставили анализы сдать, и все. Тоска, она сегодня, вот, кто онкология, через каждые 3 месяца сдают анализы. Вчера она сдала анализы хорошие. Завтра она идет на прием. Вот. Ремиссия у нее пошла. Да? Все, рахмет. В общем, я на эмоциях и все их. Молодец, Вопросы Рахмет. есть, задавайте. Еще можно я скажу? Вот у кого щитовидка, да? Кто не беременный, сразу посылайте на щитовидку. Да. Щитовидку не нашли, да? Знаете, я вот сама как врач начала. Есть 2 вида. Гипотиреоз – это гипертериоз, когда много йода.
гипотиреоз, когда нехватка йода. Третье есть, про него врачи вообще никогда, извините, врачей нет здесь, да? Меня извините. Знаете от чего? Анемия, когда у вас мало железа, вам ставят гипотиреоз, да, понимаете? И если у вас ТТГ не больше 10, не начинайте пить гормоны. Вот это. У меня никогда не было больше 7, меня сделали инвалидом. Через 3-4 года, если вы сели на элтирокс или эльтероксин, то вы инвалид. Постепенно она начинает тормозить и не работает, хотя она у вас на месте стоит. Все. Рахмет, Райхан ханым. Тағы кім бізде? Орынтай ханым, давайте. Кратко, коротко болсын енді. Барлығыңызға. И это, Жанара, давайте быстро скажем. Енді Орынтай ханым, менде золотой директор, бұл кісі тоже педагог. Результаты өте шикарные. Есть, да, ее рисунок? Это өз айтар, тез-тез айтып жеріңіз сақа. Проблема? Бүкіл әлемнің ауруы аллергия. Орынтай ханым. 90 жылдардан бастап менде негізі аллергия болған. Менде негізі наследственный тоже бар, и приобретенный тоже бар. Енді бүкіл аллергиямен ауырған кезде менікі особенно денем шып, бетім жара шығып. Енді қазір мен мысалы көйлек таса көп кимеймін, постоянно шалбар киемін, потому что вечно аяғым жара сөйтіп жүретін. Ең соңғы осы 21 жылғы аллергиям уже опять клиникаға келе жаттым. Мен 7 ай бетім ісіп, жұмыста да жүремін, постоянно маскамен, солай уже аллергияның тамы есі ғой, кейінге соған қарай келе жатқан. Содан мен негізі осы аллергиямен ауырғаннан бастап өзім үйде домашний условияда очищение жасайды дейді ғой, мен оның не себеп екенін сол кезден паразиттан екенін білгем. Сол арқылы аңдай российский врачтарды қарайтын ютубтан, солардың очищениесімен де жүрдім, сосын оны аптекадан аламын. Сол кезде просто қысқа осындай ішу керек деп қана айтылады ғой, бірақ система жоқ. Сонда мен антипаразиттармен іше бергенімде оның вывод жоқ. Вывод жоқ, іште өлтіре берген, жаңағындай личинкалар қала берген, ол шыға берген. Қазір оның бәрін біліп жатырмыз ғой, сонда мен аллергияны сөйтіп онымен кетіре алмадым. Осы Қарағандының Гиппократында да болдым, бүкіл больницасында болдым, аллергологта да болдым, инфекционистта да, бәрінде емделіп. Сосын менде грибки в организме. Енді қазір мысалы, чем грибок адамның паразит болған жақсы, паразитті сразу айдап шығасың, грибок шығару өте қиын. Кандида. Көбінесе анау суставы, у кого болит, тоже бір себеп грибоктан да болуы мүмкін. Сосын осылай бір неде бұл кісі менің коллегам, бірге жұмыс істегенбіз, менің бауырым Бақтияр. Осы екі кісінің несін көремін. Мен ол кезде осы Қарағандыда жұмыс істеп жатырмын. Статустарын қараймын. Сосын Киевкада бұл кісі Черневкада, енді Киевкада жақын Бақтияр ғой, жазайын десем ұяламын, жаңағы паразит деп айтуға. Бауырым ғой, ер адам. Изучать еттім. Сразу қарадым ба интернеттен, уже полностью бұл кісілер айтпай да уже мен біліп алдым, потому что өзі денсаулығым страдать еткеннен кейін бүкіл диагноздарымды біліп отырғаннан кейін сразу әкеңіз очищениеден бастайын деп. Сөйтсем, мен действительно правильное очищение. Оны тазалауды білу керек екен. Көбінесе анау медицинада дәрігерлер мақта бар ғой, домашний условия очищения тоже жасауға болады, бірақ оның бәрін грамотно дұрыс істеу керек. Бізде міне дайын пред. Анан алам демейсіз, мен 3 ай очищениеден өттім. Уже кәдімгідей 2-ші жылдан бастап мен постоянно халықпен жұмыс істегеннен кейін аңдай алдымызда балалар, үлкен кісілер, 200 адамға кіресіз, 100 адамға кіресіз, сондай халықтың алдында жүргеннен кейін уже действительно өзіңіз қышынып, жара болып, бетіңіз бәрі ісіп, жара болып жүрген енді сондай қиналдым. Содан кейін сол жылы июньда басталдым.
менде НТ болды, үйімде басталдым, сол кезде постоянно маскамен жүретін, уже коллегаларым бәрі біледі. Тамағым, мен тока ананы жемеймін, мынаны жемеймін, гречка ғана жеймін, солай жүретінімді. Содан кейін бірінші очищение өткеннен кейін уже результат көрдім. Уже екінші жазында менің коллегаларым мазақтап қойды, ей, сен бірдеңе жесең қызаратын едің ғой, бірдеңе жесең қышынатын едің ғой деп. Жоқ, сыпатқа қазір өздері айтады. Но все равно бірінші жылдары жылына 2 рет тазаланып отырдым, міне 2 жыл қазір жылына бір міндетті түрде тазаланамын, потому что менде и наследственный қанда кішкене бар, жаңа айттым ғой, грибогым бар. Оны кетіру үшін мысалы все равно бір 10 шақты жыл керек. Мысалы бізде КМД деген продукты бар, соны тоқтатпай 5 жыл 10 жылға дейін ішу керек екен. Қазір сол ережемен жүрмін. Енді мен 100% мысалы любой адамға қорқытпаймын, хоть онкология, хоть не, осы өнімді, мысалы көбісі қорқады ғой, бада айтам, ертең бірдеңе болып қалса, обострение деген болады. Мен екінші очищениемде қарашыл түскенде вообще бас аяғым бәрі жарылып кетті. Потому что печень ненормальный болды. Печень шығарып үлгермейді и бәрін кожадан шығарады. Но мен білдім, шыдадым, зато мен результат. Спокойно қазір, хоть 100 адам, хоть 200 адам без маски қазір жүрім. Сол үзбей ішіп, но міндетті түрде аптан результат алғаннан кейін сіздерге айтатыным, желательно қарамайын соны тоқтатпау керек. Адам сұраса береді деді ғой, кейбір адамдар болады, действительно денсаулығына қажет, бірақ ақшасы жоқ. Мен емделем деп мына қаралмайын суын алады ғой. Тура ақшам болмай, қиналып болса қаралмайын сумен емделейші десем, мен мынамен емделіп кетерем. Адам сеніп, кәдімгі мынада шылычный айттық, калий, кальций, натрий, магний бар и микромакроэлементтер бар. Бізге қажетті ең мықты 4 минерал мынада бар. Черный рис. Рахмет үлкен. Енді менде постоянно гастрит болсын, геморрагияльный гастрит, значит гастриттің өзінде де мына жерде ол паразит. Паразиты, да. Соның кетті, өмірі бүктеліп жататынды. Содан кейін өзімнің ер адамдар отыр, мынау 3-ші очищениемде кәдімгідей 5 күн әлбер болады ғой, менопауза тоқтап қалған. Солай. Тағы диагнозым сол арқылы кетті. Иә. Омоложение, это называется омоложение. Жанарочка, жүріп кеттік. Енді тағы бір результат, бұл кісі енді отбасымен тоже мұғалім в Тузаға. Как называется Темиртауский этот колледж? Сол жерде. Бұл кісі тоже завуч. Бізде оңай адам жоқ, бәрі завуч, бәрі преподаватель. Жанарочка, былай тұршы. Мен серебряный директорым, бұл кісі тоқтамайтын директор, өз жұмысында алып жүреді, еще бізде де жүреді. Это результаты күшті, мықты өз отбасымен. Есімім Жанар, Теміртау қаласынан боламын. Результат айтатын болсам, балаларымнан өзімізден бастадық, жолдасым екеуміз. Жолдасыңды. Келгенде мен негізі Инстаграм арқылы бұл компания туралы естіген, коронавирус уақытында. Бірақ мән берген жоқпын, сосын 2023 жылы Гүлназия ханым арқылы келдім, компанияға келген результатын көріп, келгенім күдікші қылып. Сол кісінің результаты көріп, Паркинсоны болған. Басы дірілдейді. Попробуем дедім, жаңағы суды, бірінші айда суды алып іштік, осы қоралмайды. Менде нейродилиген экзема болды қол аяғында. Уже 7 жыл болды, деге дейін кеткен, жаңағы шалбармен жүретінмін, қолымды тығып, осылай постоянно гормональма, врачтарға барамын, мадиас береді, дәрі береді, соны ішемін, бір аптадай кетеді, қайтадан бастайды. Сосын жолдасында коронавирустан кейін не болды, сахар пайда болды. Диабет, гиподинамия бұрынғыша болмаған. Сондай суды алып ішіп көрейік деді, суды ішкенде екінші аптасында маған Гүлназия ханым обострение береді деді. Бірақ неден болған жоқ, бізде мына қолымды көтере алмай қалдым. Где-то 4 күн күні шыдамай, хирургқа бардым, маған айтты, артрит деді, печеногов деп стало. Мен сенген жоқпын, бірақ рентген істегенде артрит болып шықты.
сонда жаңағы продукция жұмыс істейді деген сөзден бірақ маған где-то 7 мыңға дәрілер істеп мен оларды алған жоқпын. Детокстан бастадым. Жүзімді бітірдім де детокс ары қарай қалашық қалада 2 рет жылына 1 рет тазалап отырамыз жолдасымен. Жолдасымда 16-ға дейін көтерілді қанты. Қазір 6-да 7, 7-да 2 солай 4. Ешқандай дәрі жазып бергенде сразу учетқа қойды ғой оны сол жылы. И ешқандай дәрілерді ішкен жоқ, бір аптада ішпеймін деді, потому что коллегаларында жаңағы дәрілерге тістері кетті, сустаттар, побочка сосын өзінде жаңағы қолдарында таза, аяқтарында таза. Сосын бірінші айда суды ішкеннен кейін уже қорықпай балаларға берейін жаңағы паразитар бердім. Олым ол кезде 2 жас 8 ай сөйлемейтін мамаға да болды. А үлкен қызым 2 жасында сөйлейтін, оны сөйлемейді. Осындай попробуем деп жаңағы антипаразитар өтіп жатқан кезде сөйлей бастады. Сосын одан кейін ментал форс программасын 1 ай ғана іштік. Маған айтып 3 ай ішетін деді. 1 ай ғана іштік, сөйлеп кетті жаңағы бала. Білмеймін, совпадение ма, но жаңағы ішкеннен кейін сразу сөйлеп кетті. Қызымда тоже не болды. Аспадан ауыра беретін 3 жылда қамтып тұратын. Мен білдім, мен паразитке дұрыс 2 жасында денесі қой болып тұратын, врачқа барғанда лян дейді, аскари дейді. Ол кезде жаңағы 5 күн дәрі береді, 2 күн ішесің, 3 күн ішесің болды. Сосын анализ тапсырады, біраз болмайды, қайтадан бастайды. Қазір жылына 2 рет антипаразитарка беремін, сосын витамин беремін. Аллаға шүкір, 3 февральда 3 жыл болады осында келгеніме. Аптеканы ұмыттық, педиатрды ұмыттық, сол елбасы, сол балалар. Ой, рахмет. Да, рахмет, Жанарочка. Бәріне айтам, қосып қорықпай кетіңіз. жіберіңіздер, балаларға да бере беріңіздер. 6 айлығынан бастап беруге болады жаңағы. Рахмет үлкен Жанарочка. Айта беріңіз, иә? Тұрып айта беріңіз. айтайыншы, мен не, оны бірақ әлі салған жоқпын негізі. Да? Не қандай? Салған жоқпын, менің бауырым былтыр. Ішіп жатқан бауырыңыз ба? Аха. Қыста осылай неде дөуде істейді, тракторде отырып, 2 аяқ жүрмей қалған ғой, командировкаға жіберген, сол 2 аяқ жүрмей, не, қарқаралыға келген ғой, әйтеуір бірдеңе келген, түсейін десе түсе алмайды. Содан жерге құлаған, біреуді шақырған, үйге сүйретіп алып келген. Сонда Ножичковая атакция дейді, диагнозы центральная нервная система құрған ғой. Советтегі бауырым жүре алмай қалып жатыр. Енді не істейміз, өзі жалғыз 2 бауырым бар. Мұнда дәрігерге алып келді, системасын, уколын бәрін алды, мен сразу жаңа қаралмай, андай 1,5 литр сулар бар ғой, соларда өкіртіп апарып қойдым да, мұнаны қаралмайында бардым да, ашпет апардым. Дәрігерлерге айтпа дедім, не, өзің бүкіл системаңды, неңді, дәріңді бәрін ала бер, уже жатыр ғой. Суын қойып қоям, мынадан біреуін саласың, үйреттім, ана ашпет ішесің, түсте бір, таңертең бір сумен деп, сөйтіп апарып беріп, содан бастадым. Сосын больницада 10 күн ғана ұстады, шықты. Шығарғанда уже коляскамен алып шықтық, жүрмейді деді. Менің құдашам барды, сестрам медсестра, ол да кірді. Сосын мен жұмыста жүрмін ғой, қош. Енді мен де өзім врачтан сұрап кем емеспіз. кірдім да, бүкіл диагнозымен сұрадым. Бұл диагнозбен интернетте де қарадым. Жүру шынында да жоқ екен ол жерде. Не, бауырымыз енді жүрмейді, кәдімгі жүрмейді деді бізге. Сосын не істеймін? Сразу аға жеңгеме звондадым, бітті, дәрігер 100 бәленбайманға дәрежесі алмайсың дедім, келімге алмайсың дәріні. Сразу печеньде еще не, гепатит С, гепатит болды. Меған анау жүргені емес, анау главный центральный нервный системасы емес, мен бірінші печеньді ойладым. Ол бүкіл дәрі сіңіп, анау емделу үшін печень дұрыс болу и кишечник. Мен бірінші печеньді реттеуім керек дедім да, сразу ақша жинала қалды өзі, бәрі көмектесті, енді бәрі в шоке, жолдастары жүре алмай қалды дегеннен кейін. Өзі жұмысты жылдам, керемет, пысық сондай. Бүкіл ана дөудің, бүкіл суыққа да, ыстыққа да жүреді, трактор ұсынса сол нететін, жөндейтін. Содан не керек? Өз семьясының асыраушысы. Сосын алдымда сразу 2 ай детокс плюс, фан-детокс усиленно. Бірінші, мен ана жүрмей жатқан емес,
олар сестра мен медсестра ойлайды, ей, ана центральный нервный системасына не керек, соны берсе, жоқ, бірінші 2 ай фандотокс, парашют берген жоқпын, одан кейін калабададан кейін ментал форс 3 ай подряд. Тфа, бауырым 4 айдан кейін аяғыма түсті. Вы мне не говорили. Мен жаза алмай жүрмін да. Менен консультация алды бұл кісі. Постоянно біз білдім, что бауырында проблема екен. Но мынаны вообще супер результат екен. Аллаға шүкір. Ана келінге жіберем, маған жайлап, и адамның өзіне байланысты. Егер ол, ой, мен бітті ауырдым, жүрмеймін жатса, ол жататын еді. Менің бауырым старалса жүруге, не может быть деді. Мен жүрем. Сосын бір күні бардым. Сосын мен оған бидедім. Енді ауыр болса да айтайын, сен әзірге жүрмейсің. Осындай, сен көндігің керексің. 4 ай аламандығын берсен еттесің, еміңді қолданасың, тағы больницаға жатасың, если жоқ, инвалидистқа шығасың, хоть ақшаң болады деп. Ол сразу мен жұмысқа шығуым керек деп, ол ойлаған жоқ, ана жатады деп. Мен сөйтіп айтпаймын, ертеңінде барсам, коляскамен жай өсіп, қиынап өзі. Аяғына тұра алмайды, аяғына тұрсам жүре алмайды, көреш деп отырды. Сосын қинадым да, сен отырма, жайлап 2-3 басшы деп. Содан нагрузка беріп жүрем ғой, 2-ші күні вообще тұра алмай қалды. Содан өзінің де адамның желаниясы болады. Мына жердегі желанияға да байланысты болады. Сонда еміміз кәдімгідей қонады. Сосын бізде ана рельеф крем бар ғой, оны біз жарты жыл қолдануға болады ғой. Соны сатып алып бердім, анау аяғым бәрі ауырады дегенге. Бір жұмадан кремім жоқ деген, қайда оны жұқағып қана жауырды. Өсейін жатқан ғой, ол адамның өзі жүрем деген бірінші ниеті, екінші жаңағы емнің дұрыс берілгені деп өзім нетеді. Енді полноценно өзі жүріп жүрма қазір? Қазір өзі жүріп, 4 айдан жұмысқа шекет, 4 айдан инвалидқа шығарамыз деп отырмыз. Тәуба. Содан бүкіл, енді қазір мәні өзімнің сіңілдері болшы, кірісе бастады. Бір сестрама айтқам, сенде уже гриппти, паразитті, содан нету керек. Маған сенбей неше рет система алды, неше рет больницаға келіп жатты, өткен жолы ғана результатын маған айтты, сенің айтқаның бәрі солай. Өйткені сіздерді сестраңызбен бір ана туды. Ол ана бір грибокты, бір паразитті берді. Нұрбек, бізде уақыт жоқ, не сақынып қойдым. Все, қазір 4-те уже маркетинг айтамыз. Нұрбек енді, бұл менің үлкен балам. Енді бізде қазір золотой директор, шындығы керек, тоже көпке дейін маған ілеспеді, вообще нетпей. Енді қазір күшті, ана несі қойшы, это надо? Алдан қалай? Настроение жоқ. Тойда жүретін жігіт қой, так что это. Міне. Бұған сенбеген мас. Нұрбек. Енді, көп адамдар сенбейді ғой бұндарға. Пока келгенше, етіп, пока издалека все начинается. Жақындары келеді, результат мамамыздан алдық. Содан кейін Райхан тәтемізден алдық. Қаншама жыл сенбеген адам біздің ортамызда алға шыққан. Продукты енді мощный. Но у меня дочь аяғы, у нас ферритин был очень низкий. Ферритин, я не помню, сколько у меня там был. Ферритин у нее 5 был басында. Я 5 был. Қыз менікі ме, сенікі ме? Локти облазили, вот эти кожа трескалась на ногах, на руках, вообще тяжело было. В больницке барамыз, жазып береді, мынадайларды аптекаға барамыз, шығыземіз, ничего не помогает. Білмесең, травим ребенка. Сол тағы да больницке жатып шықты, гемоглобин вообще түсіп қалған ғой. Мен жынданып бұларды тастадым, 1,5 жыл, вообще қармай қойдым. 7 дней, что 7 күн где-то жатты в больницте. Систему капали, уколы делали, все, короче, уже 30 қалған. Содан егі әкелді, көрі, құрсын көрі, мамашаға звондадым да, жазып беріңіз, полностью. Енді қазір Аллаға шүкір, жақсы, кеткен көтерілді, сейчас все. Аяғаны. Аяғы бәрі әдемі. Бәрі трескалась, қол бәрі кесіліп, қанып. Мощный қазір енді, балалар енді витаминдері жақсы, тәтті. И свой результат, сидячий енді жұмыс, постоянно машине за рулем, геморрой деген хит не ғой. У мужчин. Я только узнал, что это оказывается варикоз. Печень.
кедергі содан қорқам, мүмкін дәретке баруға қорқасың, анау лишний движение жаңағы ауыр көтеруге нетесінде қорқасың. Содан кейін чай пропил там, лошадьмин пропил, Циркуфит. пропил, су міндетті түрде. Иә. Сондай 4 нәрсе іштім, хотя алғашқы бір айдан кейін что такое жаңағыдай геморройды ұмыттым, жаңағыдай омской части хорошо бәрі болып кетті да. Простатит тоже. Простатит болды мысалы үшін. Что еще? Жастарды не выбирает уже. Біраз результат бар енді, оған уақыт керек. Асығып тұрмын. Иә, әйелім да мысалы жылу өтпеді. Ага, келіншегі тоже. Результат көп. Ойланбай, жаңағыдай келіп, ішіп, денсаулықтарыңызды түзеп алыңыздар. Рахмет. Ау, айта бер, Айхан, пока балансқа. Я за эти 1,5 года, что ли, да, 2 раза СОС давала на минералы, на витамины. Вы сдаете анализы? 2 раза сдавала. У меня как у молодых. Вот вчера только я ему... Да? Молодец. У меня D63. Это редкость в таком возрасте, что D было 63. D ни у кого нету. Мен в том году инвиво, да, следите, бывает от МНТК, от ЕРМГ, что 29 этих, 10 прошло в том году. В этом году, вот недавно, сейчас в больнице до конца апреля идет акция. 17 тысяч, 9 наименований. Железо, медь, магний, базы, чем. В том году селен был, мне селен постоянно надо пить, у кого щитовидка. В этом году селен хочу отдельно ставить. Поэтому, а я за эти годы и 7 месяцев прошла 3-й раз. Каждый вот детокс и коловаду я каскадно прохожу. Хорошо прохожу, я по себе знаю, что у меня уже хороших этих соседей уже почти нету. За 15 дней детокс пила, потом пью коловаду 14 дней. И детокс, коловада, да, извините меня, я не толстая, но я 2,5 килограмма скинула, потому что я четко сидела. Надо смузи пить, салаты, никакое мясо, никакой твердую пищу. Нам жимим, а нам укладывают. Почему? Даже нам не тот, который, понимаете, я на день, да, брать. Булочка, раньше мне на кухне находил, дали. Блюдо такой, он не, понимаете? Месяц, ровно месяц, потом я заходить делаю. Я 3 раза прошла, поэтому я говорю, не бойтесь. Вот кто первый раз пришел, не надо смеяться. Щитовидка? С чем? Почему? Потому что врач мне сказал постепенно. Мен ішпесем, да? Мені жүрегім соғып, мен қазір ішпесем, таңертең ұтпесем, строго каждое утро, ничего, я себя хорошо чувствую. Я летаю, я в действительности летаю. И щитовидка меня уменьшает постепенно. Его нельзя, потому что у меня аутоиммунный тиреоидит еще есть. Я сказала, из-за этого не по чуть-чуть. А так гормоны у меня все в норме. Постепенно снижают. Но надо пить обязательно селен, цинк, обязательно у кого щитовидка. А мне кшриды у меня нет, у меня даже на УЗИ его не нашли. Я повторила, вот... Нет, это нет у меня. Вообще даже на УЗИ не нашли у меня. Нет? Казар ноль беріп отыр. Щитовидка. Щитовидка это грязь. Просто грязь, это надышались вы. Щитовидка тоже. Бана бір кісі айтып атты, Гүлназия айтып атты, да, печень. Причем здесь печень и желудок мауравки. А щитовидка это грязный кишечник. Щитовидка грязный кишечник. Все. Так, это прямой эфирді өшіреміз, өйткені бізде маркетингта суммы говорятся. Бізде, понимаете, да, это видеоға тоже түсіруге болмайды. Почему? Потому что бізде вообще этикасы мықты компания, біз ақша туралы вообще айтпаймыз. Но Корал очень большие деньги. Если вы хотите кушать продукт бесплатно, вообще можно просто директором потребителем быть. Хотите бизнес, можно, как мы, уже, ну там, мастер дальше пойти. Албақсқан. Ал қалдарыңыз қалай? Естіп отырар, бүйтіп қалдыңыздар ағым. Кішкене сәл жаттығу жасап жібереміз ба? 2 минут. Мұғалім ғой. Жоқ, анау, байқау